Біздің болашағымыз балалар. Біз балаларға осындай жақсылықтарды, мейірімді төгетін болсақ, болашақ біздің балаларымыз, біздің еліміздің қадірменді азаматтары мен азаматшалары болып өсуіне бұл жасалып жатқан алғашқы қадамдар. Қазіргі таңда енді балаларымыз бос уақыттарында тиімді пайдаланып, сабақтан бос уақыттарында спорттық ойындарды үйреніп, бір жағынан жаттығып жатыр. Биылғы жылда Шоқпар-Тоғай елді мекеніне 4 үлкен жоба қабылданған болатын. Бұл жобаның барлығы халықтың игілігі үшін пайдалануға тиіс. Өте сәтті шыққан. Мынандай қылып жасартып, жақсылап жайнатып қойды. Мынау дейтін керемет іс. Мен бірінші ауылда тұрамын. Және де бізде осындай ойын алаңы бар. Басқа жаққа барып жүрмесін. Бірінші ауылда өте жақсы ойын алаңы бар. Біз достарымызбен келіп, әрқашанда ойнаймыз. Осы ойын алаңын салған ағаларымызға үлкен көп рахмет айтамыз. Ауыл аймақ өзгеріп келеді. Заманауи құралдар шалғайға да жетіп жатыр. Солардың бірі Боранқұл ауылы. Мұнда алғаш рет озық үлгідегі спорт және ойын алаңдары қолданысқа берілді. Ауылдың белсенді азаматтары қоғамдық кеңістіктер бағдарламасына елді мекеннің инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған 12 жобаға өтінім берген. Оның 7-і мақұлданып, демеушілер грант бөлген. Жылыойда Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Орталық Азияның Еуразия қорының қоғамдық кеңістіктер деп аталатын бірегей әлеуметтік жобасы биыл 2-ші рет жүзеге асырылуда. Біздің қауымдастықтарымыздың өркендеуі біздің қолымызда, және біз бірлесіп күш салу арқылы әлемді жақсы жаққа өзгерте аламыз. Бүгін біз Атырау облысы Жылыой ауданында, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы 3 жыл бойы жергілікті бастамашыл топтардың күшімен 87 шағын жобаны іске асырған қоғамдық кеңістіктер жобасының жетістіктері туралы баяндаймыз. Өткізілген іс-шаралар: онлайн тренингтер мен семинарлар 16, онлайн консультация 147. Барлығы 96 өтінім келіп түсті, іске асырылғандары 45. Жоба қатысушылары 650. Әкімдік өкілдері 19. Бенефициарлар саны 7200. Жергілікті қауымдастықтар үлесі 23,7 миллион теңге. Мақсатқа жету үшін жоба командасы өз алдына бірнеше міндеттер қойды. Жергілікті халықтың назарын өз қауымдастықтарындағы проблемаларды шешуге аудару, жергілікті халықты жобаларды әзірлеу мен жобалауға үйрету, жергілікті биліктің қолдауымен белсенділер, еріктілер, азаматтар мен жастар жергілікті инфрақұрылымды жақсарту бойынша жобаларды іске асыру. Көтерілген мәселелерді шешу үшін және қауымдастық белсенділері мен ауыл тұрғындарын ынталандыру үшін белгілі бір білім, жаңа дағдылар, инновациялық тәсілдер мен нақты механизмдер қажет. Еуразия қоры жоба аясында барлық 4 елді мекенде жергілікті билік өкілдерінің, белсенділердің, үкіметтік емес ұйымдары өкілдері мен жас көшбасшылардың қатысуымен фокус топтарын өткізді. Нәтижесінде жоба идеясын жергілікті белсенділер де, жергілікті әкімдік өкілдері де түсініп, толығымен қолдау танытты. Бұл жобаның негізгісі бұнда дейтін біздің тек қана қаржылай көмек халықтың өзінің қолымен жасайды. Сондықтан халық өз қолымен жұмыс жасап, өзі салатын болса, олар өздері қарайды. Ал біреу келіп салып болатын болса, оған олар дұрыс қарамайды. Себебі дейтін халыққа да түсіндіріп айтып жатқанымыз, сіздер өздерін жасап, өздерін қызығын көріңіз. Биыл 2021 жылы қоғамдық кеңістіктер жобасы аясында Жылыой және Бейнеу аудандарында 45 шағын жоба іске асырылды. Құлсары қаласы 12 жоба, Тұрғызба ауылы 7 жоба, Ақкестоғай ауылы 4 жоба, Шоқпар-Тоғай ауылы 3 жоба, Жаңа Қаратон кенті 4 жоба, Қосшағыл ауылы 4 жоба, Майкөмген ауылы 4 жоба, Боранқұл ауылы 7 жоба. Енді біз осы жерде жасымыз үлкен зейнеткер болсақ та, мынау немерелеріміздің көз алдымызда
ойнап күліп жүргені бізге ең бастысы ерекшелігі осы. Сондықтан барлық мынау жаңағы бізге көмектескен қауымдастықтың барлығына ризамыз, алғысымызды айтамыз. Көп рахмет барлығына да. Жобаға қатысқандағы басты мақсатым Достық ықшам ауданына балаларға арналған ойын алаңын салу болатын. Мақсатыма жеттім. Мына жер енді бос жер болды ғой бізде. Балдар ойнайтын жеріміз аз микрорайонда. Сол оймен біздер дейтін осы городогымызды салып, қазір дейтін осы балдарымыз көп тұрғандай күнде келіп ойнайды бәрі. Лас топырақта ойнағаннан гөрі сайбақта ойнаған бізге тиімдірек. Балалардың қуанғаны ата-ананың қуанғаны деп ойлаймын. Площадка газон сап бергендеріне көп рахмет. Балдарға жақсы болды ғой, үлкен үйдің қасынан көз алдымызда ойнап жүреді өстіп. Ауылымызда үлкен игі бастама қолға алынып, бүгін міне мәреге жетіп пайдалануға беріліп отыр. Осындай игі бастамалар ауылымызда көбейе берсін. Біздің саябағымыз өте үлкен, мыңға тарта тал терегіміз бар, су жүйесі жүргізілген. Біз енді осы биылғы жылы мектеп бітіргенімізге 20 жыл толуына орай осы мына ЧО компаниясының қолдауымен осы грантты ұтып алып, осы мына саябағымыздың халықтың игілігіне жақсы демалуына жағдай жасау барысында осы грантты жеңіп алып, осы жұмысты жасаған болатынбыз. Бұл жобаның мақсаты ауыл халқын спортпен айналысуға және салауатты өмір салтын ұстануға жағдай жасау. Ықшам ауданымызда шамамен 1000 шақты бала бар деуге де болады енді. Енді оларды определенный бір мысалы полиоларға олар определенный жастарға арналған именно воркаут алаңы жас айырмашылығына қарамайды. Сонымен қатар мына ауданымыздың көркеюіне ықпал тигізіп отқан, жәрдем беріп отқан мына Теңізшевройл компаниясына барлық жастардың атынан алғысымызды білдіреміз. Кішкентайынан бастап осындай бір спортқа бейімделсін деген ниетпен салып жайымыз бар. Алдағы уақытта да Теңізшевройл компаниясымен бірлесе отырып, бұдан да үлкен жобаларға жетеміз деген ойдамыз. Мына жерде газонның ескісі 7 жыл бұрын жатқан. Соны алып, тазалап, орнына новыйдан газон жайылды. Сосын краскілет қауымдастықтың атынан, өзіміздің қауымдастықтың атынан прожекторлар қойылды. Ана жақтан тоқтар тартылып, жұмыстың бәрін түгел осы қауымдастық болып, ел болып, балдар болып, түгел жасап, осындай дәрежеге жеткізіп қойдық. Бұрынғы полясы солай алаң жайылмай тұрып, сондай резинкамен балдардың аяқ киімдерін жыртады. Бөлінген ақшаға байланысты өзімізге жасыл алаң жайып, сол жасыл алаңда өзіміздің оқушыларымызды, көптеген оқушыларымызды дайындап, жетістіктерімізді көрсетіп, осы Ақтау қаласына болған жарыстардан жүлделі орындармен қайттық десек те болады. Әр жарыстан жүлделі орынмен қайтудамыз. Өте қуаныштымыз ашылғанда. Осындай орталық біздің ерекше балаларымызға өте керек қазіргі заманда. Біздер мүмкіндігі шектеулі балалардың орталығымыз, біздің үйімде 40-қа шақты бала бар. Олардың бәрі көбі жүре алмайды, сөйлей алмайды, қозғалыстары төмен. Біздерге осы жоба өте қажет болды. Спасибо, что пришли. Этот праздник я не забуду вечно. Яғни бұл балалар мүмкіндігі шектеулі балалар және отбасы жағдайы төмен балалар. Балалар өте ынталы, балалар қуанышты, балалар осындай бізде құмыра жасап үйренеміз апай деп. Биыл мектеп бітіргенімізге 20 жылдық. Сол өзіміздің класстастарымыз, құрдастарымыз осындай ауылға осындай үлкен сахна салайық деп. Сахнаның 80%-дай, 90%-дай жобасы бітті. Енді азғантай жұмыстары қалды. Ауыл үшін осындай игі істер жасап жатырық. Сіздерге де рахмет. Бұрын автобус күткенде енді далалық жерде дүкеннің тасасында ығында тұрдық, ішінде тұрдық. Өте бұлай эстетикалық жағынан жақсы, сай, талапқа сай. Осы қоғамдық кеңестің грантын ұтып алған жарқыра жобасы осы ауылымыздың 5 көшесіне жарық қондырылып, біздің көшемізде 20 жыл жарық болмаған, түнде қараңғы болатын, кішкентай балаларым сабаққа бара алмайтын.
осы мұсты Бесаеваның осы қоғамдық кеңістік жобасымен алғанбыз. Соның ауылдың белсенділері еріктілер болып осы мұстын салып, осы күні кеше ғана бітірдік уақытында. Қазіргі таңда 36 адам көмектесті. Аздап көмектесіп, көптеп көмектескен бар. 36 адаммен салынған мост ауылды. Сөз соңында шағын жобаларға қатысушылардың және барлық ауыл тұрғындарының атынан Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне әлеуметтік жобаларды қолдаған үшін жергілікті белсенділердің керемет идеяларын іске асырудағы түсіністік пен сенім танытып және қаржылай қолдау үшін үлкен алғыс айтамыз. Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ары қарай өсіп өркендеп жаңа табыстар мен жетістіктерге жете беруді тілейміз.